Реал Мадрид мына сұмдық финалдық ойында тағы да чемпион атанды. Қуанып жатыр, күліп жатыр, айқайлап жатыр. Себебі бұл Анчелоттидің осы клубтағы 3-ші жеңісі, ал кейбір ойыншылардың 6-ші қалқанқұлақ кубогы. Қуаныштарында шек жоқ, бірақ бәрінде емес. Марко Ройс. Менің сүйікті Марко Ройсым қайтадан чемпион емес дегендей, ол қайтадан 2-ші орынмен жайғасты. Төрден көріп жатқан Юрген Клоп бапкер ретінде финалда Реалдан 2 рет жеңілсе, көрермен ретінде 1 рет жеңілді. Ойыншылардың түрлері мұңға батқан. Бұрынғы әріптестері Джуд Беллингемде шетте қалмай бәрін құшақтап жұбатып жатыр. Мына финалдық ойын бір болсын демалдырған жоқ. Тоқтаусыз шабуылдар мен соққылар жаңбырдай жауып жатты Реал Мадрид қақпасына. Себебі ойынның 70-ші минутына дейін Мадридтің ойыншылары қарсылас қақпасына салам деген ниеттері болмағансында. Болмақ түгілі мүмкіндігі де болмады. Саржиде келгендер дем алмай шабыттары тасып, сол 70-ші минуттарға таман қазаның бетіне шығып біткен сияқты. Нәтижесінде жеңілісті көрсетіп тұрған есеп. Кімнің қателігі? Бапкердің дұрыс емес шешімдері ме? Ойыншылардың дұрыс емес әрекеттері ме, әлде төреші ме? Бүгін осының бәрін талқылап, жіліктеп шығамыз. Сіздермен бірге желі аяқтарыңыз және оның жүргізушісі мен Беклан. Маған қолдау ретінде видеома лайк басып, арнама тіркеле кетіңіздер. Ойын сәттеріне келмей тұрып, ойыннан тыс болған қызықты оқиғаларды тез айтып шығайық. Бұл финал. Марко Ройстың Боруссия Дортмунд жейдесіндегі соңғы ойыны. Одан кейін қайда баратыны белгісіз. Ал Тони Кроостың тек Реал Мадрид жейдесіндегі емес, жалпы клубтық деңгейдегі соңғы алаң басқан сәті. Еуропа чемпионатынан кейін толық мансабын аяқтамақшы екен. Кезінде мансабын ерте бітірген Филипп Лам да әлемді таңғалдырған еді. Дәл солай Кроос та жасап отыр. Әйтпесе тағы да 2 жылдай жоғары деңгейде ойнап беретін күші бар ғой. Бүгінгі ойында барлық атақтылар келген. Соның ішінде Жозе Мауриньо да, Юрген Клоп та бар. Үлкен экраннан Мауриньодан кейін Клопты көрсеткен кезде Дортмунд жанкүйерлерінің дауыстарын естуге болады. Юрген көке Дортмундтың аңызы. Енді мына қызыққа келді. Матч басталған сәтте алаңға 1 емес, бірден 3 адам шығып кеткен екен. Араға уақыт салып па әлде бірдей шықты ма белгісіз. Себебі мұндай сәттерде операторлар жанкүйерлерді немесе басқа жақты көрсетіп кетеді. Сұрақ: неге соншама 3 адам шыққан? Мәселенің бәрі сол белорусиялық блогер Мелстройдың айтқан тапсырмасы екен. Кімде-кім финалдық кезеңде алаңға шығып кетсе, соған 30 миллион рубль берем деп уәде еткен. Сол үшін шыққан адамдардың жейделерінде сол блогердің есімі тұр. Алайда ол кісі уәде еткен ақшасын бере ме, бермей ме белгісіз. Негізі ойын алдында қауіпсіздікке арнайы 5 миллион евро ақша бөлінді деп айтқан. Бірақ адамнан қулық асама, 100 миллион өлсеңде бір адам болсын амалын тауып алаңға шығып кетеді ау. Міне қызық. Енді матчқа оралайық. Екі клубтың негізгі құрамаларын тамашалаңыздар. Барлығы ең мықты дегендерін шығарып қойған. Матч басталды. Бірнеше шабуылдан кейін қауіпті сәтке де келді. 14-ші минутта қорғаушылардың келген әуе пасына Фюлькруг допты тоқтатып Брандтқа тастайды. Ал Юлианның соққысы қисық. Тіпті гол болса да офсайд болуы мүмкін еді. 21-ші минутта Хьюманстың сұмдық пасынан кейін Кәрім Әдейеми қақпашымен бірге-бір шығып, оны алдаймы деп артық қимылдардың кесірінен тек бұрыштамаға ғана ие болады. Масқара ғой мұны. Көріп жатқан кезде таң қалдым. Не теппеді, не жөнді алдай алмады. Түсініксіз. Бұл эпизодта тек бүкіл қорғанысты кесіп тастаған Хьюманстың пасы ғана әдемі болып тұр. Әйтпесе қақпашы да қорғаушыларды анау айтқандай дым істемей-ақ қауіптің бетін қайтарып тастады. 23-ші минутта Ян Матсының Фюлькругке берген пасы гол болуға сәл-ақ қалды. Доп қақпаның бағанасына тиіп бері ұшты. Тағы да сол офсайд па, офсайд емес па белгісіз. Гол болып жатса, VAR көре салар еді. 28-ші минутта Әдейемиде тағы да әдемі сәт. Брандттан қиып берген пасынан кейін соққысын Куртуа қайтарып жібереді. Қайтқан доп Фюлькругтың артына келіп қалса да, шалқайып тұрып баспен ұрып әрекет жасап көрді. Әрине жоқтан бар жасағысы келгенін көрдім ақ тұр. Осы кезде ол 2 қадам артта орналасқанда 100% гол болар еді. Бірақ 35-ші минутта Винисиус прессинг кезінде Кобелді аяғымен шалып құлатады. Төреші көп ойламастан бірден сары қағаз көрсетуде. Дөрекі сәт болғанымен қызыл қағазға татитындай емес. 41-ші минутта бағын Завитсерде сынап көрді. Өзінің жойқын соққысы бар бұл ойыншы қақпаның сол жағын көздеп еді, бірақ Куртуа сейв жасап нәтижені өзіне қаратты. Бәріміз білеміз ғой. Реал Мадридке бірінші тайм кезінде голдар салып алмасаң, ол ойынның соңына қарай күшейе түседі.
Бұл ойында солардан өзгеше емес. Себебі екінші таймның басында Тони Кросс айып соққысынан дәл қақпаның бұрышына соққы жасайды. Кобель құтқарды. Әдемі соққы. Артынша бұрыштама болған. Карвахаль басымен дәл бағыттай алмады. 57 минутта дәл өз қорғаушыда тағы да мүмкіндік. Қақпашы өз орнында. 63 минутта Адейемиден қайырып тұрып берген әулеткен пасы Фюлькрукті іздеп барды. Баспен соққы тамаша болған, бірақ Куртуа осал емес. Енді мына сәт қызық. 60 минутта Винисиус Беллингемнің басына пас береді. Допқа Кобель де Беллингемде жеткен жоқ. Бірақ доп дәл қақпаның жанынан өтіп кетті. Егерде доп сәл бері ұшқанда, Шамконың хик қақпасына пас берем деп гол салғанындай сәт болар еді. Бірақ дәл осы эпизодқа айнадай болып келген кез ол әлем чемпионатындағы Роналдудың шашпен салды деген голы. Әрине шашына тисе де басқа тимеді деп голды Бруно жазған. Өте ұқсас екен, е? 72 минутта шаршаған, көп қателік жасап үлгерген Адейемидің орнына алаңға Марко Ройс шықты. Бірінші таймда Адейеми гол сала алмаса да жақсы ойын көрсетіп жүреді. Екінші таймда ұйқысы қанбай қалған баладай пайдалы әрекеттер жасамай қойды. Ройстың шыққаны сол еді. Реал Мадридтің ойыншылары өзгере шықты. Алаңда Беллингем, Камавинга, Винисиус емес, Зидан, Роналдо, Фигу жүргендей сезілді. 2 минуттан соң Кросстың бұрыштамадан кейінгі пасынан кейін Рамос, яғни Даниэль Карвахаль Рамос ақыры діттегеніне жетіп голға ие болды. Ең қызығы алаңда ең бойы кіші осы Карвахаль екен. Ең кіші болса да баспен салып жатыр. 77 минутта Камавингадан келген допты Беллингем голға айналдыруына сәл ғана қалды. Арғы бұрышқа тепкені сол еді, қорғаушылар жатып болсын қауіптің бетін қайтарды. Осы оқиғадан кейін 3 минут өткен соң Кросс тағы да айып соққысынан әдемі соққы жасап көрді. Кобель мұны да қайтарды. Тағы 1 минут өткен соң енді Беллингем Камавингаға пас береді. Тоқтатпастан тепкен соққысы дәл 9-қа бағытталыпты. Қақпашы ерлік жасады. Мұны басқаша қалай айтамыз? Бәрекелді. Доп бұрыштама жақта. Кросстың пасы енді Начоға барды. Дортмунд қақпашысы 200%-ға жұмыс жасап жатқандай, ойда жоқ бағытқа бағытталған осы соққыны да қайтарып тастады. Оу, жігіттер, Дортмунд алаңда бар ма? Немесе 70 минуттан кейін тек бір ғана қақпа ойнаймыз деп келіскен бе? Ойынды көріп отырған кезінде Ройстың әлі аяғына допта тиген жоқ еді. Масқара-ай, 83 минутта ақыры Марко Ройс пас алып, артындағы Ян Матсенге береді. Жас бала қателесіп, әріптесіне берген добы жетпей Беллингемге барады. Әлде оның Реалға ауысқанына сене алмай жүрме. Ары қарай Винисиуске пас, соққы және гол. Матсені қателескен сәтінде Ройсқа қараңыздар. 2 қолы салбырап, тек көзімен ғана бақылап қалды. Мұндай сәтті Винисиус мүлт жібермейді. 100% гол. Чемпиондар лигасында 24 жасқа дейінгі футболшылар ішінде бірнеше финалдық додаларда гол салған бір ғана ойыншы бар екен. Ол Лионель Месси. 2008, 2009 және 2010-2011 жылдарында гол салып көзге түскен. Ал енді Мессидің қасына Винисиус те қосылды. Базар жоқ па? Базар жоқ. Енді Ян Матсен бұл жерде өте үлкен қателік жасап қойды. Өте асығыс шешіммен пас берді. Негізі нұсқа көп еді ғой. Қайтадан Ройсқа бер, қақпашыға бер, не арғы әріптесіне тебе сал. Осындай жауапты ойындарда футболшылар күйзеліске енері анық, бірақ соны жеңетін футболшылар ғана өз ойынын көрсете біледі. Мынандай қателік мұндай ойында кешірілмейді. 87 минутта Даниэль Маллен ақыры Фюлькрукке голдық пас шығарады. Баспен гол салған неміс шабуылшысы қуанып ойынды тезірек бастау үшін ортаға ығысты. Алайда гол офсайдтан салыныпты. Ресми түрде матч үздігі Дани Карвахаль лайықты. Осы матчта көп еңбек етіп, голдарға да септігін тигізіп, өзде салып есеп ашқан осы кісі болды. Одан бөлек екі клубтың қақпашыларын үздік деп тануға болар еді. Әсіресе Боруссия Дортмундтың қақпашысы Кобель 2 гол жіберіп алса да өте керемет ойын өткізді. Енді төрешілер жайлы сөз қозғап кетсек. Олар Реал Мадридке жақтасты ма? Негізі өрескел болатындай қателіктер мүлде байқамадым. Барлығы әділ. Тек түсінбегенім, Дортмунд ойыншылары бір наразылық айтып қалса, бірден сар береді. Сәл түртіп қалса, ойынды бірден тоқтатады. Ал Реалға қарсы ондай байқамадым. Бәлкім бұл менің субъективті пікірім болар. Ашығы осы. Екінші мәселе. Марко Ройсты бекер шығарды деген тақырып. Бір емес, өте көп жерден бұл жайлы оқыдым да көрдім. Әрине Ройс баяғыда емес. Баяғыда Роналдо, Мессилермен деңгейлес десек те артық кетпес едік. Жарақаттардың кесірінен өзін толық көрсете алмады. Әйтпесе алтын доптың бірнешесін болмаса да, кемі біреуін болсын алар еді ғой.
Ройс мына ойынға бір дем бере ме десек, команда ол шыққанға дейін шаршап қалған. Шабуылдың бәрі Реалдың ойыншыларында болды. Негізі кімді шығарсаң да, Реал Мадрид ойыншыларының көздеріндегі отты сөндіру өте қиын болар еді. Доп тек бір командада болса, екінші команда не істей алады. Тағы бір қызықты факт. Арда Güler Чемпиондар Лигасын жеңген алғашқы түркиялық футболшы екен. Әрине, түрік ұлтынан жеңгендер бар, бірақ Түркия мемлекетінен жоқ екен. Ал мына ойыннан кейін Бензема өзінің Instagram парақшасына алтын допты Винисиус алады деп шығарып қойған. Кезінде кейбір ақпараттарға сенсек, енді олар рас па өтірік пе белгісіз, бірақ қатты тарап кетті. Оған доп бермеңдер, ол бізге қарсы ойнап жатыр деп тайм біткен кезде Винисиусты жерге таптаған. Әрине, ол ойында шынымен де Винисиус 4-ші дивизионның ойыншысы ретінде ойнаған жайты бар. Ал қазір Винисиусты тоқтату мүмкін емес. Күзден бері жалғасып келе жатқан Чемпиондар Лигасы осымен тәмам. Енді алда Еуропа чемпионаты бар. Сіздермен бірге желаяқ арнасы. Барлық қызықты ойындар мен жаңалықтарды бірге талқылайық. Аман болыңыздар.